Мен Арал ауданы Сексеуіл кентінің нөмірі 283 мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Махатова Нұргүл Совет қызы. Арал ауданы Шижағай елді мекенінде 1976 жылы 3 қаңтарда дүниеге келдім. Нөмірі 57 Елі Көшербаев атындағы орта мектептегі білімімді тәмамдап, болашақ мамандық алу жолы үшін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін информатика мамандығын бітірдім. 2006 жылы нөмірі 87 орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі болып еңбек жолын бастадым. Ұстаздық жолында 16 жыл қызмет еттім. Осы уақыт аралығында көптеген шәкірттерімнің цифрлық сауаттылығын арттыруына үлесімді қосып келемін. Қоғамдық жұмыстарға да қатысып белсенділік таныттым. Өз тәжірибеме оқытуды жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында әрбір сабағымды түрлендіріп өткізуге, оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және оқушының қабілет деңгейлерін дамытуда әдіс тәсілдердің маңызды ерекше екендігіне көзім жетті. Информатика сабағында әртүрлі тиімді әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге, қорытындылар жасауға, жүйелі білім алуға жетелеймін. Талантты және білімді оқушылармен жұмыс, үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс, олқылықты жою мақсатында да жұмыстар жүргізудемін. Сабақ барысында оқушылармен топтық, жұптық, жеке жұмыс жүргіземін. Оқушылармен бірлесе отырып, жаңашыл көзқарасты қалыптастырамын. Ұстаз деген ұлы ат, түсіне білген адамға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Мен ұстазбын, сусындатқан біліммен, мен ұстазбын, керекпін елге қоғамға. Мен ұстазбын, шәкірттерін құрметтейтін, сүйетін. Мен ұстазбын, балаларға не керегін білетін. Мен ұстазбын, цифрмен бәрін ойлайтын, компьютер әлемімен жаһанға терең бойлайтын. Мен ұстазбын, үйретер, құрметтеуді халықты, болашаққа жетелер отандай үлкен алыпты. Жалықпаймын, сындыруден отандай үлкен алыпты. Жалықпаймын, сындыруден санасына баланың, ұсақталмас ұлылық пен өшірілмес данықты. Балалар, бүгін көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ендеше жақсы көңіл күймен бүгінгі біздің сабағымызды бастаймыз. Балалар, мынау ненің суреті? Робот. Дұрыс. Енді робот туралы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдіріңіздерші. Кім айтады? Айта ғой. Робот ол өте ақылды, адамды сыйлайды, адамның айтқанын істейді. Жарайды. Әркімнің өзінің ой пікірі бар. Айта ғой. Роботтың санаулары түрі бар. Мысалы, үй жинау үшін, Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робот түрлері және оларды қолдану. Тегеріңіз балалар, чек сөзінен шыққан, чек жазушысы Карл Чапек ойлап тапқан. Робот дегеніміз адамның іс-әрекетін алмастыратын, автоматтандырылған, адамның қажетіне қарай елге бағытталған құрылғы. Роботтар атқаратын қызметіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Олар өнеркәсіптік, көліктік, тұрмыстық, медициналық және білім беру роботтары. Өнеркәсіптік роботтарды фабрикаларда, зауыттарда жұмысын өнімділігін арттыру үшін пайдаланылады екен. Көліктік роботтар, ғарышқа ұшатын роботтар адамның қатысуынсыз өнеркәсіпте бұйымды тиеу және түсіру қызметтерін автоматты түрде орындайтын көліктер. Жүргізушісіз қалаған жағына апарат тастайды
жасайтын робот машиналар, тұрмыстық роботтар, үй шаруасындағы автоматтандырылған құрылғылар, медициналық роботтар, медициналық қызметкерлер мен хирургтерге емдеу шараларына көмектесу үшін қолданылады. Адам денсаулығына диагностика жасайтын аппараттарды медициналық роботтар деп атаймыз. Білім беру роботтарына Lego Mindstorms, EVO3, Arduino сияқты конструкторлар мен электронды құрылғылар жатады. Сіздер үй шаруасындағы автоматтандырылған құрылғыларды білесіздер. Қандай құрылғыларды білесіздер балалар? Үй шаруасында машина, автоматты машиналар негізгі жатады, тұрмыстық роботтарға жатады екен балалар. Біздің көз алдымызға көбінесе ғылыми фантастикалық фильмдер мен кітаптарда бейнеленген роботтар келетіні сөзсіз. Атақты америкалық фантаст жазушы Айзек Азимовтың 1953 жылы жарық көрген «Мен роботпын» ғылыми фантастикалық әңгімелер жинағында алғаш рет робот техниканың 3 жаңы тұжырымдалған. Олар бірде-бір робот адамға залал келтіре алмайды немесе әрекетсіздігімен залал келуіне жол бермейді. Бірінші заңға қайшы келмесе, робот адамның барлық бұйрықтарын орындауы тиіс. Бірінші және екінші заңдарға қайшы келмесе, робот өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Робот бүгінгі таңда фантастика емес, шындыққа айналған дүние. Оған кір жуғыш машина, авиалайнер, және мина тазалаушы сияқты көптеген мысал келтіруге болады. Бүгінде робот біздің өміріміздің түрлі салаларына еніп кетті. Олар ғарышқа ұшады, басқа ғаламшарларды зерттейді, әскери мақсаттарда қолданылады. Қима қағаздары бар, сол қима қағаздарды бір-бірден аламыз, мен сіздерді топқа бөлемін.